Бәріңізге сәлем достар. Бүгін ашытылған қамырда манты жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, іші толықтай пісіп шығады. Ерекше мантының бірі. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар және лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды ашытып аламыз. Ұнымызды салып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз және 1 шай қасық ашытқы саламыз, яғни дрожж саламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, қолымызбенен жылы су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Ашытып болғаннан кейін қыздар үстіне аздап сұйық май құямыз. Сұйық майымыз сіңгенше жақсылап осылай тағы бір илеп аламыз да, бетін пакетпен немесе басқа ыдыстармен бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Татылған еттің үстіне сұйық май құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. 1 шай қасық қара бұрыш саламыз. 2 дана бізге пияз қажет болады. Барлығын ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Осының орнына жуысаймен жасасаңыздар да болады. Манты кішкене сулылау болып шығу үшін аздап су құямын мен. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілді. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ұнның көмегіменен елесеңіздер болады. Бізге сұйық майдың қажеті жоқ. Ұнын сеуіп алып, кішкене ұнмен жұмыс жасасаңыздар болады. Бірнеше кішкентай бөліктерге бөлеміз. 3-ке бөліп алғаннан кейін оны дөңгелектеп дәл осылай көрсетіледі. Шетінен алып қамырымызды, начинкамызды ішіне салып, мантымызды жасап бастаймыз. Ыңғайлы болу үшін кішкене қолыңызды майлап алсаңыздар болады. Ішіне 1 ас қасық начинкасын салып, жан-жақтарын түйіп жасайтын боламыз. Бұл ерекше мантылардың бірі. Жасалу оңай, 1-2 рет жасағаннан кейін қолымыз үйреніп кетеді. Дәл осылай көрсетілгендей бір шетін ұстап, екінші саусағыңызбенен қайырып, жабыстырып отырамыз, дөңгелек қылып. Өзінен өзі жан-жақтардың барлығы жинала бастайды. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы 1 рет түйіп көрсетейін. Не осылай бір шетінен алып, дәл осылай бірінші саусағыңызбенен бір шетін ұстап, екінші саусағыңызбенен қайырып отырып жалғастыра береміз. Өзінен өзі дөңгелене бастайды және екінші қолыңызбенен осылай аударып отырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше мантылардың бірі. Барлығын жасап болғаннан кейін манты табамызға май жағып 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай 1 лис қана шықты. Қаласаңыздар қамырдың және салмасының рецептісін 2 еселеп жасай берсеңіздер болады. 40-45 минутта пісіріп алғанбыз. Мен бетіне пісіп шыққаннан кейін сұйық майға паприка және қара бұрыш салып араластырып, осылай бетінің барлығын жағып шығамын. Кішкене дәм беретін болады. Сіздерге ашыған қамырдан жасалған манты ұнаған болса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар.